Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Мен Мырзабек Бержан Есілбекович, педагогика психология кафедрасының PhD докторы. Бүгінгі сабағымыз өтілетін психологиядан төртінші тақырып адамның ерік қасиеті мен өзін өзі реттеу психологиясы. Жоспар бойынша бірінші психологиядағы ерік түсінігі, екі тұлғаның өзін өзін реттеу психологиясы, стресс менеджмент. Үшінші стресс түсінігі, стресс түрлері. Психологиядағы ерік түсінігі, ерік дегеніміз ерік адамның саналы түрде мақсатқа жету жолында кездесетін кедергілерді жеңіп, шешім қабылдап, сол шешімді жүзеге асыру қабілеті. Яғни ерік бұл адамның мақсатқа бағытталған саналы іс-әрекеті мен ішкі күш жігерінің көрінісі. Ерік адамның өзіне қиын, ұнамайтын, бірақ маңызды істі жасай білу қабілеті. Бұл қалау мен қажеттілік арасындағы саналы таңдау. Ерік психологиялық белгілері. Саналылық ол мақсатты түрде не үшін істелінетінін білу. Мақсаттылық нақты бағытталған әрекет. Кедергіні жеңу, қиындықты ішкі қалу мен сыртқы тосқауылдарды еңсеру. Шешім қабылдау ол бірнеше нұсқадан ең тиімдісін таңдай білу. Табандылық соңына дейін жетуге күш салу. Еріктің көріністері өз бетімен таңдау жасау. Шешім қабылдау, өзін өзі ұстай білу, қиындыққа қарамастан әрекет жалғастыру. Уақытша ләззаттан бас тарту, мысал ойынды қойып сабаққа оқу. Психологияда ерікке қатысты негізгі ұғымдар термині. Ерікті әрекет, ерікті күш жігер, ерікті шешім, ерікті тежелу. Саналы мақсатпен түсінігі, ерікті әрекеттің саналы мақсатпен орындалатын кедергі жеңумен байланысты әрекет. Күш-жігер мақсатқа жету үшін жасалынатын ішкі күй. Еріктік шешімі таңдау мен шешім қабылдау арқылы жүзеге асатын әрекеттер. Ерікті тежелу эмоцияны қалауды әрекетті саналы түрде тежеу, мысалы ашуға берілмеу. Тұлғаның өзін реттеу психологиясы, стресс менеджменті. Бірінші, өзін реттеу дегеніміз, өзін реттеу тұлғаның өзінің ішкі күй эмоциясын, мінез құлқын, ойларын және іс-әрекет мақсатқа сай бағыттап басқару қабілеті. Бұл адамның өзін ұстай білу, ішкі тәртіп және жауапкершілік сезімі. Өзін реттеудің негізгі компоненттері: бірінші, ол мақсат қоя білу. Екінші, ішкі бақылау. Үшінші, эмоцияны басқару. Төрт, жауапкершілік. Мотивацияны реттеу. Бес. Алты, табысты сәтсіздік бағалай білу. Стресс және стресстік менеджмент дегеніміз, ол стресс бұл адамның сыртқы немесе ішкі қысымға, қиын жағдайларға бейімделу кезінде туындайтын психологиялық және физиологиялық күйу. Стресс менеджмент бұл стрессті тану, басқару және азайту тәсілдерінің жүйесі. Стресс түрлері: стресс, жағымды стресс, мысалы емтихан алдында шабыттану. Дистресс, жағымсыз стресс, шаршау, үрей, күйзеліс. Стресс менеджменттің негізгі әдістері ол уақытты басқару, тайм менеджмент, жоспар құру, демалыс уақытын белгілеу. Эмоцияны басқару, терең тыныс алу, релаксация, медитация.
когнитивті қайта бағалау, жағымсыз жағдайда жаңа оң көзқараспен қабылдау, физикалық белсенділік, жүгіру, спорт серуендеу стресс гормонын азайтады. Қарым-қатынас орнату, эмпатия, көмек сұрау, позитивті орта. Шығармашылық әдістер, сурет салу, музыка, тыңдау, жазу ішкі күйді босатады. Өзін өзін реттеу және стресс менеджмент байланысы. Өзін өзін реттеу ол эмоцияны басқаруға үйретеді. Әрекетке саналы бақылау орнатады. Ішкі тәртіп қалыптастырады. Стресс менеджмент стресске қарсы тұруға көмектеседі. Дағдарыс кезінде шешім қабылдауды жеңілдетеді. Қорқыныш пен күйзелісті төмендетеді. Стресс түсінігі, стресс түрлері, мазасыз күй стресс. Ағылшын тілінен аударғанда стресс қатты күйзеліс, абыржу, мөлшерден тыс ширақтылық деген сияқты бірнеше мағынаны қамтитын жалпылама сөзбен айтылған адамның ерекше күйі. Ғылымға ең алғашқы осы ұғымды енгізген канадалық физиолог Генс Селя. Оның анықтамасы бойынша стресс өте жағымсыз әсерлерге жауап ретінде туған организмнің қалыпсыз бейімделу әрекеттерінің жиынтығы. Адамның жеке ерекшеліктеріне, мінезіне, жоғарғы жүйке әрекетінің типтеріне орай стрессті бірнеше түрлері байқалады. Стресс үш кезеңнен тұрады: үрейлену, жағымсыз тітіргендіргіш әсер еткен сәтте туатын жауаптың алғашқы кезеңі. Таңқырау стетте сезім пайда болады. Төзімділік, жағымсыз тітіркендіргіш әсерінен беріліп кетпей, оған төзу реакциясы туады. Бұл кезде гипоталамус, гипофиз жүйесінің ықпалымен бүйрек үсті безінің гормондарының мөлшері қанда тез мөлшерде көбейіп кетеді. Симпатикалық жүйке жүйесінің әсерімен жүректің соғуы, ырғағы жылдамдады. Тыныс алу ырғағы да жиілене түседі. Бұлшық еттің жиырылуы қабілетті күшейеді. Әлсіреу, бейімделу қорының мүмкіндігі азайып таусылады. Сондықтан психология дезадаптация, бейімделудің нашарлап жойылуы пайда болады. Стресстің көпке созылған ауыр түрі адамның жүдетіп қайғыға батады. Қорыта айтқанда, адамның стресске төтеп берер психологиялық дайындау болу қажет. Оған аутогенді жаттығулардың қажеттілігіне сендірудің маңызы зор. Өмірде кетер төндіргендей жағдайларда адам қайратты болу және қалай болғанда өзін еркін ұстап жақсылыққа сендіруге тырысу керек. Өмірді сақтап қалу әркімнің өзіне психологиялық күйіне, психологиялық саулығына байланысты. Өзін өзін сыйлау және ұстай білу стресс әсеріне қарсы тұру қабілетін күшейтеді. Психологиялық саулығын қалыпты ұстайды. Стресс болмау үшін адам нағыз қажетті іспен айналысу шарт. Салауатты өмір салтын сақтап, мұңаймау, жағымсыз әсерлерден бойды аулақ, аурулардан ақылмен жеңуді жолдарын қарастыру қажет. Назарларыңызға рахмет. Осымен лекциямыз бітті. Келесі сабақта кездескенше.